Саламатсыздар. Қазір мен сіздерге күшті бір лайфхак көрсетемін. Қыздар, мені егін егетіндерге лайфхак көрсетейін, иә? Агродварларға. Кейбір не болады ғой, жерге егесіздер ғой. Свекол болсын, болгарский болсын, сол кезде дейтін бір тұқым шығып атады, бір тұқым шықпай атады ғой. Соны тұққа шығатынын білу үшін, особенно суық жақтардағыларға мынандай мешочек аламын да, былай етіп орайым. Мына былай жағында болу керек, себебі ауа шыққан кезде былай бүктеймін, себебі туалетный бумаганың размерімен болу керек. Мынау туалетный бумаганың ені соның размерімен болу керек. Мына туалетный бумага осында болып кетті, широкий. Туалетный бумаганы бетіне саламыз. Топырақ керек жоқ, пока топырақпен не істеп жатпайсыңдар. Мынаның ішінде 1 литр суға 1 қасық перекис 3%. Сөйтіп жаңағы туалетный бумаганы 3 қабаттаймыз. 3, 4 сондай қабаттаймыз. Естіп үш-төрт қабаттап жаңағы бумага соған және тұқымымызды саламыз. Бүгін мен шпинат салам. Шпинат, болгарский, баклажан, помидор, свекло, бәрін болады. Свеклоны осы жерге салып, сразу топырақ салмай-ақ, ешнәрсе істемей-ақ егуге болады апарып. Ал болгарский помидорларды шыққаннан кейін оны не істейсің? Бірінші 1-2 шыққаннан кейін қазір айттым, топырақ салып қойып, сосын стаканға осы жерден салуға болады жайлап. Орын алмайды да, самое главное, мына жерде, например, неше тұқым болады. Каждый бір стаканға жасасаң, басынан бастап шыға ма, шықпай ма деп топырақтың ішінде. А мына жерде чисто шыққанын, сильнейін барасында пересаживать етесің неге? Стакандарға. А мына жерде стаканға салсаң да, ол шыға ма дейсің, шықпай ма дейсің. Сонымен жүресің. Или там неше 20-30, осы бір кішкентай жерге 20-30 кетеді. Сразу сондай свеклоны аласың да, тұрғыза саласың. Уже әбден шығып болған кезде. Кукурузаны сөйте салам. Негізі огурциді де салады, мен огурциді бүйтіп істемеймін, сразу мен стаканға егем, себебі тез шығады ғой огурцы. Бір күн суға істеп қоюы мүмкін матаның арасына. Содан кейін барып еге салам оны. Чтобы аузы ашылғаннан кейін еге салам. Неше мына жерде 25-30 ғой деймін. А то шпинат деген дұрыс шықпайтын зат екен негізі. Бәр жерде жазады, оңай деп, оңай емес сияқты, шықпай қалатын өліп сияқты. Естіп, міне, бәрін салдық. Сосын мына жерден, көрініп тұрма, бұлай орайсың. Шетінен бастап, бұлай ораймыз. Қазір көрінеді. Осторожно, аккуратно орап, ана нелерді істемес үшін. Мынандай стаканға 1 сантиметрдей болатын су құясында, сосын соған не істейміз? Соның ішіне салып қоямыз. Мына мешокқа жазып қоюға болады не екенін. Негізінде андай нестирающий маркер болады ғой. Өткенде ала алмай қалғам, сонымен негізі қиналып жүр. Сөйтіп сосын мынандай мешокты аласыңдар да, жабасыңдар, но қатты байламайсыңдар, ауа кіріп тұру керек. Жай ғана бір шет ашық, бір шет несі осылай қараңғы жерге болсын, жарық жерге болсын, 25 градустық жерге қойып қою керек, 25 суық жер болмау керек. Өзі сосын несі шығады. Аузы бір кішкене шыға бастағаны мешогын алып тастап, уже терезенің алдына келуге болады. Оған шейін бір жерге тұра беріп,
сосын өзі шығады. Әбден шығып болғаннан кейін біраз шығып, уже 2 листок солай шығады ғой, 3 листок тұра береді, оған шейін шаш етпейді. Сол кезде алып міне, менде мынау гүл да, мына жерде бір неше гүл бар, аты қанша орындалушы еді маған. Соның бәрін істеймін да, мына арасына жаңағы бумага тұрған жерге алып мен мына топырақ салам ішіне, гүлдерге. Помидорларға да басында топырақ салам, сосын қайтадан алып отырғызам біраздан кейін, 3-4 жапырақ болғанда. Ал мынау гүлдер, міне, сильныйларын барамда, былай отырғыза салам сонда. Мына қаншама орын алмайды да, и жалада да шығып үлгермейді, особенно суық жақтағыларға шығып үлгермейді да гүлдер. Менде уже дайын гүл болып тұрады да, барып отырғыза салам, сонда гүлі ертерек шығады. Жаңағы баклажан болсын, перец болсын, шықпай қалғандар ішінде қалады. Кейбір кезде прямо 50% шықпай қалады. Соған күтіп жүрмейсің да, шыққанын сильныйын егесің стаканға бір жерге, сильный еместері қалады. Осындай сіздерге лайфхак көрсетейін деп.